2025 жыл мынау Қарағанды жаққа шығатын тас жолы. Менің өтінішім бойынша осы жолдарды қазір Алмас құрылыс Қазақстан мекемесі емес, ТПК Арша мекемесі бүгіннен бастап жөндеу жұмыстарын жасап жатыр. Бұл учаскелер алдың күні, оның алдындағы аптада фрезерленген болатын. Алдыңғы аптада фрезерленген болатын. Бірақ енді 6 мамыр күні соттың өкімі шықты. Уақытша біз жұмыстарды тоқтатуға мәжбүрміз. Бірақ бұл фрезерленген учаскелерді біз үйтіп қалдыра алмаймыз. Сондықтан алдыңғы аптада фрезерленген учаскелердің бәрін осы ТПК Арша жабу жұмыстарын жасап жатыр. Айтып кететін мәселе жаңағы жолға байланысты. Осының алдында мамыр айының басында Парасатты ел деген қоғамдық бірлестік, Мақсат Есенбаев деген азамат төрағасы сотқа арыз берген. Қаламызда осы күтіп ұстау жұмыстарын Алмас құрылыс мекемесі отқан, бірақ конкурс документациясында бір ауыр автогрейдер көрсеткен дейді. Сол автогрейдер көшеге шықса, жолдың бәрін қиратады деп жан ашып жазған ғой. Үйтіп жан ашымай қойсын бұл қалаға. Ол автогрейдер шығатын болса, ол қыста ғана шығады. Ол бір. Екіншіден, ол конкурсқа қатыспаған мекеме, Парасатты ел. Заң бойынша қазіргі только потенциальные поставщики могут подавать жалобу. Организатор ол срокты өткізіп алған, енді сотқа шағым түсіріп жатыр. Енді осы себептен қазір қаланың көшелері жуылмайды, қоқыс шығарылмайды. Содан кейін жөндеу жұмыстарының бәрі тоқтатуға біз мәжбүрміз.